Бұл сабағымыз сфера және шар тақырыбына арналады. Алдымен жалпы сфера деп барлық нүктелері бір нүктеден бірдей қашықтықта болатын тұйық бетті айтамыз. Енді сол сферамен шектелген әрі орталығы бар кеңістікті шар деп айтамыз. Яғни сонда шардың беткі бөлігі сфера деп аталады. Енді шардың бетінің ауданын табу үшін мына формуланы қолданамыз, ал көлемін табу үшін сәйкесінше мына формуланы қолданамыз. Мұндағы R дегеніміз шардың радиусы деп аталады. Енді шар бөліктеріне тоқталатын болсақ, мұндағы бірінші сурет шардың секторіне мысал бола алады, ал екінші сурет шардың сегментіне мысал бола алады. Мұндағы H дегеніміз мына сегменттің биіктігі. Егер де осы сектор мен сегментке байланысты есептер келетін болса, сәйкес мына көлемі мен бетінің ауданын табу формулаларын қолданамыз. Енді шарға байланысты есептерге тоқталайық. Бірінші есеп. Диаметрі 12 см шардың көлемін табыңыз дейді. Алдымен көлемді табу формуласын жазып алайық. Ол тең болады 4 бөлінген 3 көбейтілген пи r куб болады. Яғни r деп отқанымыз мұндағы шардың радиусы. Енді шардың радиусын табу үшін диаметрді 2-ге бөлеміз. Яғни 12 бөлінген 2 болады. 6-ға тең. Енді осы 6-ны орнына қоямыз. Көбейтілген 6-ны 3 рет көбейтеміз. Кубы деген сөз. Қысқартамыз. 2 қалады. 36. 36-ны 2 көбейтсек 72. 72-ні 4-ке көбейтсек 288 пи болады. Яғни көлемі мынаған тең. Екінші есеп. Ішкі және сыртқы беттерінің радиусы 3 см және 6 см болатын қуыс шардың көлемін табыңыз дейді. Енді ішкі бетінің радиусы 3 см дейді, ал сыртқы бетінің радиусы 6 см дейді. Осындай қуыс шардың көлемін табу керек дейді бізге. Яғни бұндай қуыс шардың көлемін табу үшін біз алдымен радиусы 6 см-ге тең болатын шардың көлемінен мынандай ішіндегі, яғни радиус 3 см-ге тең болатын шардың көлемін азайтамыз. Сонда бізге мына қуыс шардың, яғни боялған бөліктегі шардың радиусы көлемі шығады. Енді табатын болсақ 4-тен 3 пи 6-ның кубы азайтылған 4 бөлінген 3 пи 3-тің кубы. Бұдан 3-тен 4 жақсы сыртына шығарамыз, 4 пиді. Сонда 6-ның кубы 216 азайтылған 27. Бұл тең болады 4 бөлінген 3 көбейтілген пи көбейтілген азайтсақ 189 болады. Қысқартамыз 60, 63 болады. 63-ті 4-ке көбейтсек 252 пи болады. Яғни қуыс шардың көлемі 252 пи сантиметр куб болады. Үшінші есеп. Шардың центрінен 12 см қашықтықтағы жазықтықпен қимасының ауданы 25 пи болса, шар бетінің ауданын тап дейді. Яғни мына шардың центрінен 12 см қашықтықта қима өткен, осы қимадағы мына көлем, мына аудан 25 пиге тең дейді. Яғни бұл да бір шеңбер, яғни дөңгелектің ауданы 25 пи дейді. Осы жерден былай жазсақ болады, S дөңгелектің ауданы пи r квадратқа тең, осы 25 пиге тең дейді. Енді бізге мына ара қашықтық 12-ге тең дейді. Бізге шар бетінің ауданын тап дейді. Шар бетінің ауданын табу үшін мына формуланы қолданамыз, 4 пи r квадрат деген. Яғни бізге радиус керек, шардың радиусы керек. Шардың радиусын былай сызып алайық, оны x деп қояйық. Енді біз мына дөңгелектің ауданын тапсақ болады, мына формуланы қолданып, бұл жерде пи мен пи қысқарады,
r квадрат 25-ке тең. Сонда мына радиусымыз 5-ке тең деген сөз. Мына жер 90 градус болғандықтан мына x тауып алсақ болады. X деп отқанымыз ондағы радиус. Радиус тең болады. Сонда Пифагор теоремасы бойынша 12-нің квадраты 144, қосылған 5-тің квадраты 25. 169, 169-дан 13 шығады. Тең орнына қоямыз. 4 көбейтілген пи көбейтілген 13-тің квадраты 169. Көбейтетін болсақ 676 пи болады. Яғни шар бетінің ауданы 676 пи сантиметр квадратқа тең. Төртінші есеп. Шар секторының табанындағы шеңбердің радиусы түбір асты 5 сантиметрге, ал шардың радиусы 3 сантиметрге тең. Шар секторының көлемін тап дейді. Бірінші шар секторының көлемінің формуласын жазып алайық. Ол тең болады 3-тен 2 пи r квадрат h дейді. Мұндағы r деп отқанымыз шардың радиусы 3 сантиметрге тең дейді. Бізге енді мына биіктігін табуымыз керек, h деген. Ол бізде мына аралық. Біз мына жерді белгілеп алайық. А, В, С деп белгілеп алайық. Яғни биіктік деп отқанымыз А-сыға тең. Осы А-сыны табуымыз керек. Оны табу үшін алдымен біз былай істейміз. Бірінші АО-ны тауып алайық. Себебі бізге мынау А-сы дегеніміз осы азайтылған АО-ға тең. Яғни бізде осы 3-ке тең, бұл да себебі шардың радиусы болып табылады. Сондықтан біз енді ОА-ны табуымыз керек. Ол үшін мына жерде бізге айтып отыр, табандағы шеңбердің радиусы түбір асты 5-ке тең. Яғни бізде АБ түбір асты 5-ке тең дейді. Енді АО-ны табу үшін Пифагор теоремасын қолданамыз. 3-тің квадраты 9, азайтылған түбір асты 5-тің квадраты 5 болады. Осыны азайтамыз. 4-тен 2 шығады. Яғни бізде мұны аралық 2-ке тең деген сөз. Сонда бізге енді мұна биіктікті табу керек. Осы деп отқанымыз радиус ол 3-ке тең, одан азайтамыз 2-ні 1-ге тең. Яғни биіктігіміз 1-ге тең екен. Орындарына қоятын болсақ, 3-тен 2 көбейтілген пи, шардың радиусы 3-ке тең, яғни 9 болады, көбейтілген 1 болады. Қысқартамыз, 3 қалады. 6 пи сантиметр куб. Яғни біздегі сектордың көлемі 6 пи сантиметр кубқа тең.